Құрметті әріптестер, міне биыл Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың бастамасымен жұмысшы мамандықтар жылы деп аталды. Осы жылда міне біздің Жетісай қаласының ортасында Ғани Мұратбаев атындағы Жетісай гуманитарлық техникалық колледжінің 60 жылдығы болғалы жатыр. Біз өте қуаныштымыз. Біз 120 баланы қабылдап, қыркүйек айында алғашқы 7 мұғалім болып, осы педколледждің іргетасын қалағанның бірімін. 3-ші курс дейміз, жоғарғы курсымыз 10 жылдық біліммен келіп оқуға түсті, соның кураторы болды. Осы педколледждің жанына Жетісай мәдени ағарту училищесі бөлініп шықты. Былайша айтқанда екінші үлкен мәдени ошағы құрылды. Осы жерге мен партиямның хатшысы етіп жібердім. 30 жыл сурет ұстаздық еттім. 30 жыл істеп, 1999 жылы мен зейнеткерлікке шықтым. Жетісай мәдени ағартуында 30 жыл соны менің еңбегімді бағалап, мына Ыбырай Алтынсарин атындағы мына медаль осыны берді маған. Одан кейін 2015 жылы осы Жетісай қаласына халыққа қызмет еткенімді іріленген Мақтаарал ауданының несін құрметті азамат атағын берді. Еңбек жолымды бастап, мен жаңағы Шымқорғанның қызғалдағы деген кітап жаздым. Әкемнің 100 жылдығына байланысты ел ағасы Ермахан деген кітабын жаздым. Қорытындысында осы мына киелі шаңырақ Жетісайда қазақтың жастарына білім суымен нәрлендірген мына біздің колледжімізге 60 жыл толғалы отыр. Осы 60 жылдықпенен құттықтаймын. Ұстаздардың еңбегі бағалана берсін. Керемет, зор денсаулық, бақыт тілеймін. Бейбітшілік заманда өмір сүре берейік.